Баршаңызға сәлем, каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Өте дәмді рецептермен бөлісетін боламын. Осындай пирог снекс жасайтын боламыз. Бүгін ол үшін ең алдымен отымызға сұйық майымызды осылай ертіп алып, үстіне қантымызды салатын боламыз. Жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін бір жұмыртқамызды қосып, тоже барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Бұл бізде қыздар қамырына осылай араластырамыз. Одан кейін ұнымызға қамыр қопсытқышымызды, какаоымызды, ванильный сахар болмаса ванилин қоссаңыздар да болады. Осылай араластырып аламыз да, бөлікке бөліп, аз-аздан қыздар салатын боламыз. Салып жақсылап араластырамыз тестамызды. Қыздар, сонымен айта кетейінші, ұнды артық мөлшерде қоспаңыздар, иә. Астында көрсетілген, яғни 300 грамм болса, 300 граммдай ғана құямыз. Міне уже дайын болды. Тестамыздың несі осылай песочный болып, өте жұмсақ болып, осылай болып шығу керек. Одан кейін біздің немізге, мысалға менде 24, әркімде әрқалай ғой, осылай жайып шығамыз. Жайып шыққаннан кейін начинкасын жасаймыз. Начинкасына варенка, любой жирностьпен алсаңыздар болады. И арахис қосамыз. Тоже қалауларыңыз бойынша қандай не қосқыларыңыз келеді, тоже қоссаңыздар болады арахистен түр-түрінен. Одан кейін барып духовкаға тестамызды ғана бірінші пісіріп аламыз. 15 минутқа осылай болып шығады. Осының үстінен дайын начинкамызды құятын боламыз, салмасын. И бұны суытып қоямыз. Қыздар, глазурға шоколадымыз бен майымызды мен духовкаға ерте салдым. Духовкада тез ерейді негізінен. Осылай ертіп алсаңыздар болады. Ертіп болғаннан кейін біз пирогтың бетіне құятын боламыз. Құйып болғаннан кейін қыздар холодильникке 2 сағатқа қойып қоямыз, ол қату керек. Жасалу жолы өте оңай әрі дәмді пирогтардың бірі. Қазіргі хит болып жатқан пирогтардың бірі. Жасап көріңіздер. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Мені қолдап каналыма тіркеліп кетіңіздер.